астына қоятын. Кеш жарық баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Осылай қойсам. Удобно? Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Үйде отырған күшті ме екен? Жақындарыңызбен жылы сөйлесіп отырсыздар ма, әлде бір үйге сыймай жатсыздар ма, Құдай сақтасын. Шынымды айтсам, біз кішкене сыртқа шығып келеміз кейде. Жатарда түнде шығып келеміз есіктің алдына. Немесе балконға шығып бір жарты сағаттан тұрамыз, себебі үйдің ішінде кішкене бәрібір де не істеп кетеміз. Қысылып қаламыз. Соған кішкене әрең шыдап жүрміз, бірақ осыған да тәуба, жағдайымыз жақсы. Қандай тема? Бағана жазған болатын сториста теманы. Тікелей эфиріңізді асыға күттім. Достар, мен сіздерге арнайы қазір осы сіздердің көпшілігіңіз сұрап жатқан тақырып әлеуметтік төлем жөнінде сіздерге сабақ өтейін дегем. Алайда соңғы жаңалықтарды мен пост ретінде салдым. Сіздерге осы әлеуметтік төлемге байланысты ертең тағы да өзгерістер болуы мүмкін. Мен сіздерге оны қалай тапсыру керектігін көрсетейін дегенмін. Бірақ давайте ертеңгетін күте тұрамыз жаңалықтарды. Но бәрібір де мен телеграм каналға сіздерге бағана сөз бергенімдей өтініштің үлгісін салып қойдым. Егер сіздер все-таки Еговпен тапсыратын болсаңыздар, ол жерде өтініш прикрепить ету керек. Ертеңгі шығатын сайтта тоже сондай талап қойылуы мүмкін, өтініш. Өтініштің қазақ тіліндегі үлгісін телеграм каналға салдым. Толтыру өте оңай. Жүктеп алыңыздар, керек болады. Заңгер Академия деп аталады телеграм канал. Екінші сұрақ, тізімді тіркеу керек деп көрсетілген болатын. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің талабында тізімнің түрін салдым. Тізімнің екі түрі бар. Өз-өзін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар, яғни самозанятый адамдар ЕСП төлейді. Олардың тізімі кішкене өзгеше, мына жерде ЕСП деп көрсетіледі. Ал егер сіз жұмыс істеп жүріп отпуск без содержаниеге кеткен болсаңыз, онда сізге басқаша тізім, басқаша дегенде соңғы столбец қана өзгереді. Ол жерде сіз приказ бойынша қай датадан қай датаға дейін, на какой период отпуск без содержания кеткеніңізді көрсету керек болады. Мен барлығын бірден зуылдатып бастап кеттім бе? Даусым естіліп тұр ма сіздерге? Красавица болып отырсыз ғой. Түх, тегі рахмет, настроениемді көтеріп қойдыңыз. Жеке консультацияңыз керек еді. Консультация жөнінде WhatsApp номерге жазу керек, ол менің парақшамның жоғарысында көрсетіліп тұр. Қандай тема? Ақша темасы. Всегда бізде, менің парақшамда всегда ақша темасы. Басқа тема жоқ. Біз ақшаны қатты жақсы көретін адамдармыз. Вы кто, дейді? Я юрист. Меня зовут Гульмира. Красавица болып тұрсыз ғой. Қуантырсыздар ғой. Гульмира, айтыңызшы 42 мың. Давайте, сонымен сіздерге телеграм каналға өтінішті салдым, тізімнің үлгісін салдым. Тағы тізімнің үлгісі именно без содержаниеге бөлек салдым, ЕСП-ға бөлек салдым да. Қажет етсеңіздер, Заңгер Академия деген парақшаға кіріңіздер телеграмда. Және соны жүктеп алыңыздар, парақшаға жазылып қойыңыздар, себебі мен инстаграмға үнемі сурет салып, оның астына пост жазғаннан гөрі кейде бір асығыс мәліметтерді Заңгер Академия парақшасына бірден салып қоям. Өте ыңғайлы екен телеграм деген. Қатты ұнап жүр маған. Екінші, сонымен давайте ЕСП жөнінде қысқаша айтып өтейін, одан кейін сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін, Даусым естіліп тұр ма сіздерге бастысы? Плюс қойыңыздар, даусым естіліп тұрса. Я деп жазды. Все окей. 42.500 теңге кімге беріледі деген сұраққа қысқаша жауап берейін. Достар, 42.500-ді алу біріншіден отпуск без содержания кеткендерге. Кімнің қолында прям приказы бар, отпуск без содержания деген, соларға беріледі. Екіншіден, именно кімдерге? Бұл кіші, орта, микробизнестің қызметкерлері отпуск без содержания кеткен болса, соларға беріледі. Үшіншіден, карантинге жабылған қалаларда ірі кәсіпорындарының жұмысшылары отпуск без содержания кеткен болса, оларға беріледі. Бұл тек қана карантинге жабылған қалалардың ірі кәсіпорындарының жұмысшыларына ғана. Төртінші, осы 42.500 теңгені алу үшін сізде соңғы 12 айда, яғни 2019 жылдың наурызынан 2019
2020 жылдың наурызына дейінгі соңғы 12 айда кемінде бір рет әлеуметтік төлем жасалған болу керек. Әлеуметтік төлем дегеніміз не? Социальное отчисление. Әлеуметтік төлем ресми түрде еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдарға өткізілетін сома болып табылады. Мысалы, сіз жұмыс істегенде ай сайын сізге жалақы береді, және пенсионный взнос төленеді, медстраховка, әлеуметтік төлем төленеді. Сол әлеуметтік төлем сізде кемінде хотя бы бір айға төленген болу керек соңғы 12 айда. Осы әлеуметтік төлем төленген болса, және сіз әлгіндей без содержания кеткен болсаңыз, онда сізге 42.500 теңге ай сайын төтенше жағдай аяқталғанға дейін төленеді. Яғни сіздің алуға мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Тағы сұрақ сіздерде ИП-лар алады ма? ИП тоже алуына болады. Қандай жағдайда? Егер осы төтенше жағдайдың салдарынан, осының нәтижесінде сіздің жұмысыңыз тоқтап қалса. Яғни, егер сіз ИП болып жұмыс істеп, қазір мысалы әлеуметтік төлемге сіз тапсырасыз, жұмысым тоқтап қалды деп, табысым азайды, табысым тоқтады деп. Дәл осы ЧС-ке бола. Бірақ сіз мына жақта фискальный чек пробивать етіп, договор жасап, плюс тағы да өзіңізге пенсионный, именно осы периодта сіз мысалы расходный кассовый ордер беріп, фискальный чек беріп, соның барлығын жасап жатсаңыз, онда ертең налоговыйда, ИП-ларда көрініп қалады. Сіздің осы периодта жұмыс істеп, мына жақтан плюс жұмысым жоқ деп көмек алғаныңыз. Сондықтан ИП-лар, пожалуйста, бухгалтерлеріңізбен келісіңіздер, өздеріңіз осыған мұқият болыңыздар. Жалған мәлімет беріп, ертең ол ақшаны кері қайтару керек болып жатпасын. Білесіздер ғой, біздің мемлекетте, бір жағынан ол енді заңсыз болып табылады. Егер сіз жұмыс істеп, плюс қосымша жәрдемақы төлем алып отырсаңыздар. Так, басты мәліметтер осы. Теперь ИП-ны айттым. Енді ресми түрде жұмыс істемейтіндер. Яғни самозанятые. Ресми түрде жұмыс істемейтіндер, таксист болсын, няня болсын. Сіз мейлің еңбек шартымен жұмыс істемеген күннің өзінде сіз белгілі бір шаруамен табыс тауып жүрген боларсыз енді. Егер солай болса, онда білесіздер, бізде заң бойынша табысқа байланысты, егер сіздің табысыңыз орасан көп болмаса, онда ИП тіркемеуге болады. ИП тіркемейтін адамдар, жұмыссыз, ресми түрде еңбек шарты жоқ адамдар. Олар тоже осы 42.500 теңге әлеуметтік төлемді ала алады. Ол үшін сізге ЕСП төленген болу керек. Единый совокупный платеж деп аталады. Мысалы, үйінде кейбіреулер там торт пісіріп сатады, ИП жоқ, оларда прям үлкен бір кішкене жаңағыдай күшті табыс әкеліп тұратын кәсіп емес, но орташа өз-өзін бағып отырған табыс. Оларда еңбек шарты жоқ, ИП жоқ, не істейді? ЕСП төлейді. ЕСП төлеу мүлдем проблема емес. Каспий кезетке кіресіздер, платежи деген бөлімде поискке жазасыздар, ЕСП деп бірден шығады. Немесе платежи деген бөлімнің ішінде платежи в бюджет государства деген бар, в бюджет деген просто. Соны басқан кезде төменде единый совокупный платеж деп шығады. Соны басып, қай айға төлейтініңізді жазып, егер сіз қалада болсаңыз, қалада тіркелген болсаңыз, бір МРП төлейсіз 2651 теңге. Егер сіз ауылдық жерде тұратын болсаңыз, пропискаңыз ауылда болса, 50% МРП төлейсіздер 1325,150 теңге. Бұл самозанятыйларға. Самозанятый дегеніміз еңбек шарты жоқ адамдар болып есептеледі. Так, тағы қандай сұрақ болды? Декреттегілер. Декретте отырған болсаңыз, сіз онда бұған тапсыра алмайсыз. Сіз декретте, бұл әлеуметтік төлем, просто логически ойланыңыздар, кімге арналған? Әлеуметтік төлем шынымен де осы төтенше жағдайға байланысты табысы азайған, табысынан айырылған адамдарға. Сіз декретте отырсыз, сіз онсыз да жұмыс істеп отырған жоқсыз. Сондықтан сізге мұндай жағдайда төлем жоқ. Егер сіздің күйеуіңіз жұмыс істеп, без содержания кетті ма, пожалуйста, күйеуіңіз онда подавать етсін. Төртінші, ЭЦП қажет пе? ЭЦП негізі қажет деген. Тапсырғандар көбісі тек қана ЕГОВ арқылы тапсырған болатын осыған дейін. И ЭЦП-ны онлайн алуға болады, егер сіздің ноутбугіңізде веб-камера бар болса. Алайда қазір бүгінгі жаңалықтар бойынша, себебі мына шалғай ауылда өмір сүретін адамдар, оларда веб-камера тұрмақ, даже кейбіреулерінде ноутбук жоқ. Сондықтан қазір айтып жатыр, сайт жасаймыз, сайтқа сіз телефон арқылы да тапсыруыңызға болады деп. Ол жаңалықтармен бұйырса ертең сіздермен бөлісетін болам, егер барлық анық қанығы белгілі болса. Ал енді сұрақтарыңыз бар болса, нақты жазыңыздар, мен сіздерге жауап берейін.
электронный ключ болмаса уайымдамаңыз, ертең сайт ашылады, сайтта электронный ключ керек емес, смс хабарлама арқылы телефоныңызға келетін, сол арқылы рәсімдеуге де болады деп хабарлаған болатын. Сәлеметсіз бе, мен студент едім, Астанада преподаватель болып жұмыс жасағам. Не государственный садикте мен ала аламын ба? Егер сіз отпуск еңбек шарты бойынша ресми түрде жұмыс істеп, отпуск без содержания кеткен болсаңыз, онда алуыңызға болады. Ал егер де сіз неофициально жұмыс істеп жүрген болсаңыз, себебі сіз студентпін деп жазыңыз, иә? Егер неофициально жұмыс болса, онда ЕСП төлейсіз өзіңізге, және самозанятый ретінде тапсырып ала аласыз. Телеграмға ссылка бар ма? Телеграмды мен мұнда жаза салайын қазір. Просто телеграмды скачайте и поиске былай жазыңыз, Заңгер Академия деп. Телеграмға ссылка, по-моему, сторисінде болған мен. Телеграм каналымда жазып қойдым, қызылмен белгілеп, сіз қызыл нүктені көшірмеңіз, Заңгер Академия деп поиске ғана жазсаңыз шығасыз бірден. Студент болсаң грантта, еще ТО болса без оборота. ТО без оборота сізге тіркелген ба, Тойкен мырза? Онда сіз ЕСП төлеп алмайсыз, сіз самозанятый бола алмайсыз. Егер ТО сіздің атыңызға тіркеліп тұрса, онда сіз никак самозанятый бола алмайсыз. Вечерный болып жатсың ғой. Иә. Бізде романтический вечер болып жатыр. Просто сіздерге тікелей эфирге шығу керек болған соң, сөз беріп қойған соң шықтым. Иә, бүгін шынымен тез сөйлеп отырсыз. Иә, шыны керек, сіздерге сөз беріп қойғандықтан шыққан болатым тікелей эфирге. Сәлеметсіз бе, мен тиімді несиеге кіре алмай отырмын. Ақмарал Ерсариева. Сіз неліктен кіре алмай отырсыз? Ол неге мен WhatsApp-ма жаздыңыз ба? Мен менеджеріме жазыңызшы, Ақмарал Ерсариева. Егер сіз төлем жасаған болсаңыз, онда тиімді несие сабағы, бүгін бірінші сабақ берілді. Сабақтар қысқа нұсқа, өте түсінікті. Төлем жасаған болсаңыз, онда сізге менеджер сілтеме береді жабық аккаунтқа. Сол аккаунтқа чегіңіз бойынша тексеріп көрсетеді. Қазір менің WhatsApp-ма жазыңызшы, көмекшіге. Мен мұнда WhatsApp жазып қояйын сіздерге. Тиімді несие сабағы бүгін бірінші сабағы басталды. Ол 25 күн бойы сақталатын сабақтар қысқа нұсқа видео ретінде беріледі. Және кішігірім тапсырмалармен беріледі. Сіздер тиімді несиені алып, оны тиімді жабуды үйрену үшін. WhatsApp 525-95. Ақмарал ханым, төлем жасаған болсаңыз, кіре алмай отырсаңыз, сабаққа WhatsApp-қа жазыңыз. Тағы қандай сұрақтар бар, мен жауап бермеген. Достар, егер мен уже сіздің сұрағыңызға жауап берген болсам, жаңа жалпылай алдын ала сұрақтарға жауап беріп шықтым ғой, себебі мен комментарийлерді оқыдым, сол бойынша жауап бердім. Егер сол сұрақтар қайталанып жатса, онда оларға қайта жауап бермеймін, иә? Маған қатты көмек керек болып жатыр, 5 балам бар. Күйеуім тастап кетіп қалған, қатты қиналып кеттім, жалдамалы үйде тұрам. 2 айын төлей алмай жатырмын. Жұмыссызбын, карантин болмай жатып. Вот как раз Гүлниса, қалай? Гүлниса Якубо, именно сізде осындай мұқтаж адамдарға арналған осы төлем болатын 42 500 теңге. Ертең
парақшаны оқыңыз, егер сайт ашылып жатса, телефоныңыз, егер сіз инстаграмға кіріп отырсаңыз, Гүлниса ханым, демек сізде телефоныңызда сайт ашуға болады деген сөз. Гуглға доступ бар. Ертең есп төлеп, егер сіз тойханада уборщица болып трудовой договормен жұмыс істесеңіз, онда сізде, значит, әлеуметтік төлем бар, онда сіз там без содержания кеткен сияқты болып тұруыңызға болады. Егер сіз еңбек шарты жоқ болса, құжатсыз жұмыс істесеңіз, яғни неофициальный жұмыс істесеңіз, онда Каспий кезет арқылы хотя бы есп төлеп, одан кейін ғана сіз 42.500 теңгеге тапсыра аласыз. Сәлеметсіз бе, мен бір жұмысым бойынша декреттемін, менің атымда тоо тіркелген, осы наурыз айына дейінгі барлық төлемдер жүргізіліп отыр, бірақ ЧП нәтижесінде жұмыс тоқтап тұр, ала аламын ба? Сіз ол тоуда директорсыз ба, түсінбедім. Қалай сіз бір жұмыста декретныйда болып, екінші жұмыста жүресіз? Олай болмайды. Сізде что-то не совпадает. Смотрите, егер сіздер декретныйда отырсаңыздар, бір жұмыстың приказы бойынша, я, сіздер сол уақытта басқа жұмысқа шыға алмайсыздар. Егер сізде басқа жұмыстан, например, сіз айттыңыз ғой, жаздыңыз ғой, Айнұр ханым, тодан менде перечисление каждый раз түсіп тұр деп, я. Сіз онда декретныйда емес, сіздің пособияңыз тоқтайды. Қалай сізге уже зарплата түсіп жатады, қалай сізге ОПВ төленеді, онда сіз ешқандай декретныйда емессіз деген сөз. Получается, сіз уже декретте емессіз. Уже білмеймін, сіздің қалай ана бірінші жұмыстағы работодатель қалай оған не істеп отырған. Бір жерде декреттесіз ба, екінші жерде декреттің уақытында жұмыс істей алмайсыз. Но все-таки егер сізде уже қазір тоының жұмысы тоқтап тұрса, приказ шығарасыздар, ары қарай уже без содержания ретінде тапсыруыңызға болады. Жұмыстан жіберсе, қайта жіберудің қажеті жоқ деп жатыр. Қашықтықтан жұмыс істеу жібергенде міндетті жазбаша келісім жаздырып алу керек па? Егер үлгерсе, негізінде доп соглашение болу керек сіздерде, доп соглашение, желательно. Себебі сіз дистанционный жұмысқа көштіңіз ғой. Декреттемін бір жыл болды, частныйда істеймін, официально ол тоқтап тұра аламын ба? Декреттегілер алмайды деп айтқан болатынмын. Сіздер онсыз да доходсыз отырсыздар. Төтенше жағдайдың нәтижесінде сіздің доходыңыз өзгермеді. Кімнің доходы түсіп тұрып, именно чест кезінде доходсыз қалды, солар ала алады. Декретныйдағылар, сіздер и так без дохода отырсыздар, онда ала алмайсыздар. Сәлеметсіз бе, 2020 жылы қай айына есп төлеген дұрыс? Ну, по-моему, сіз мартқа уже төлей алмайтын сияқтысыз. Мен басқа банктерді көрмедім, менде Каспийден қолданам. Каспийден, например, сіз уже басқа банкке, осыған дейінгі өткен айларға төлей алмайсыз. Осы айға, действующий айға ғана төлейсіз. Но сізде именно, смотрите, осы министерствоның талаптарында именно соңғы 12 айға есп төлену керек, соңғы төтенше жағдайға дейінгі айда есп төлену керек деген шарт жоқ. Сондықтан мен болжаумен айтамын сіздерге, егер сіздер есп-ны хотя бы осы апрельге төлесеңіздер тапсыруға болады деген сөз. Себебі именно ограничение жоқ, дәл осы айға төлену керек, соңғы 3 айға төлену керек, төтенше жағдай басталғанға дейінгі айларға есп болу керек деген шарт жоқ. Сондықтан, наверное, можно апрельде тоже төлеп тапсыруға. Ал егер басқа банктер арқылы төлейтін болсаңыздар, сайтына кіріп көріңіздер банктердің, осыған дейінгі айға төленетін болса, например, март, февраль. Тогда мартқа төлеңіздер хотя бы. Или февральға төлеңіздер. А вот Каспий кезетте тек қана текущий айға қабылдайды. Қазір мысалы апрельге ғана қабылдап тұр. Апрельге болса да тапсыра беріңіздер, енді шынымен де жұмыссыз қалып отырсаңыздар. Ну, подумайте, 2651 теңге төлейсіздер, ар жағында 42500 теңге түсуі мүмкін сізге. Именно шарт жоқ, қай айға түсу керектігі. Сол үшін болжаумен айтам, апрельге төлесеңіздер одобрение беру мүмкін. Декреттегілер ала алмайды. Сіздер онсыз да декретте отырсыздар, табыссыз отырсыздар. Төтенше жағдайдың салдарынан сіздің табысыңыз ешқандай азаймады, сондықтан, мемлекетті тоже алдаудың қажеті жоқ. Қай банктер банкрот болуы мүмкін, доллар өсіп жатыр. Сабақ банкрот туралы емес, Айжан ханым, банктер туралы емес.
Инстамагазин. Таможня жабылғалы жұмыс тоқтады, но мен декретный ақша аламын 20 мың теңге. Осы март айында кредит төленбеді, ақша жетпегеннен. Сұрақ қандай еді инстамагазин? Егер сіздер декретныйда отырсаңыздар, онда скорее всего сіздерге одобрение бермейді. Декретте отырғандар, во-первых, сіздердің табыстарыңыз мүлдем өзгермеді, және сол үшін отказ беруі мүмкін сіздерге. Бұл кім жұмысын жоғалтты, табысын азайтты, төтенше жағдайдың салдарынан сол адамдарға арналған төлем. Біздер бүгін жабылды. Бүгін жабылсаңыздар, сіздерде приказ болу керек. Без содержания, сокращение деген сияқты сол приказды алыңыз. Және тапсыруыңызға болады табыс азайды деп. Мен екінші топ мүгедекпін, көмек ала аламын ба? Бұл әлеуметтік төлем жұмысын жоғалтқандарға. Егер сіз екінші топ мүгедек ретінде жұмыс істеп жүрсеңіз және төтенше жағдайдың салдарынан сіздің табысыңыз азайған болса, жұмысыңыз тоқтап қалса, онда тапсыруыңызға болады. Майра Темір 78. Ал егер сіз неофициальный жұмыс істеп жүрген болсаңыз, онда ЕСП төлеп алатын боласыз. Жұмысқа кіргеніне бір айға толған жоқ, маған береді ма 42.500. Приказ без содержания болса, беруі мүмкін, Каусар ханым. Сіздің жұмысқа кіргеніңізге бір айға толған жоқ, получается, сіз мартта кірдіңіз, марттың 18-і приказ без содержания мен қазір жұмыссыз қалдыңыз, я? Значит, мартта работодатель сізге за март пенсионный взнос, басқа да соцотчислениелер жасайды деген сөз. Және сізде приказ без содержания болса, сіз тапсыра аласыз. Жұмыстарыңыз тоқтамаған болса, приказ без содержания жоқ болса, жұмысыңыз жүріп жатқан болса, онда ала алмайсыздар, отказ келеді. ИП әкем пенсионер жеке кәсіпкер ала алады ма? Егер кәсібі тоқтап қалса, осының салдарынан, онда ала алады. Және егер ИП-лар сіздер тапсыратын болсаңыздар, бұл сомаға, сол тапсырғаннан кейінгі уақытта сіздің жұмысыңыз тоқтап тұр ғой уже. Фискальный чек пробивать ете алмайсыздар. Ертең тексерген кезде шығып қалады, сіз жұмыс істеп тұрғаныңыз, өтірігі шығып қалады. Официант, студент болса ше. Неважно, сіз 18 жастан кейін, егер сіз өзіңіз қамтамасыз етіп жүрген болсаңыз, жұмыспен ЕСП бойынша алуыңызға болады. Банкте 20 сандық счетты онлайн алуға болады ма? Көптеген банктерде болады, я? Студенттер стипендиясын төлей ме? Оларда онлайн оқып жатыр. Я, төленеді. Төленеді, біздің үйдің қызына төленіп жатыр, гранттағы деп па? Төленеді, негізінде төлену керек. Мен екінші группа инвалидность, мен көмек ала аламын ба? Мүгедек адамдарға көмек беріледі деді. Егер сіз именно карантин орнатылған қалада болсаңыз, карантин енгізілген қалада, онда сіз өзіңіздің қалаңыздың акиматының номерін Google-дан қарап, қоңырау шалып, өзіңізге продукты, корзина алып келуді сұрауыңызға болады, Майра ханым. Алматы бойынша осындай номерлер мен телеграм каналыма салған болатын. Егер сіз Алматы қаласында болсаңыз, Майра ханым, телеграм каналды көріңіз, сол жерде контактілер бар. Егер сіз өзге қаладан болсаңыз, онда Google-дан іздейсіз, акиматтың номерін, немесе управление социальной защиты деп жазуыңызға болады. Управление благосостояния деген бар. Қазақшасы халықтың әл-ауқатын жақсарту басқармасы. Сол басқарма продукты питания таратумен айналысып жатыр мұқтаж адамдарға. Электронный ключ болмаса, ертең қажет емес деді, SMS-пен аласыздар, электронный ключ болмаса, қатып жатыр. Сақталған эфирді қарасаңыз, қатпайтын болады. Реквизиттер қайда жібересің? Ол жөнінде мен Еговта көрсеткен болатын, қалай тапсыруды реквизиттерді. 42.500 алу үшін Еговта көрсеттім, қалай тапсыру керектігін. Ал ертең сайт іске қосылады, онда сайтта жазыласыз. Телеграм қалай дедіңіз? Төменде жаздым телеграмды. Қазір төлесе болады ма ЕСП-ны? ЕСП төлеу бойынша ешқандай ограничение жоқ. Ол жерде определенно мына айға, марттағы карантинге дейін ЕСП төлену керек деп көрсетілген жоқ. Демек, полагаю, болжап айтамын, скорее всего, қазірде төлеуге болады, және тапсырып көруге болады. Жұмыс жасамайтындарға ше үйде отырған. Жұмыс жасамайтындарға ештеңе жоқ деді. Ал егер сіз неофициально жұмыс жасайтын болсаңыз, декретте емесіз, күн көріспен, мысалы, бір күн жұмыс жасайсыз, мүмкін нелер бар ғой, біреудің үйіне барып бір құрылыс жұмыстарын жасап беретін, яғни өз күнін өзі көріп жүрген адамдар. Ешқандай еңбек шарты жоқ. Олар ЕСП төлеп алады. Бастықтарыңыз заявка беру керек ба? Қаласа, сол работодатель беруі мүмкін. Жұмыс беруші компанияның атынан жіберуіне болады, я. Немесе әрбір жұмысшы өзіне де жібере алады. Екі вариант бар, өздеріңіз таңдаңыздар.
Электронный ключ болу керек па? Не обязательно. Ертең электронный ключ болмаса да СМС арқылы тапсырасыздар деді сайт арқылы. Бүгін сабақ болды ма? Сабақ әрине болды. Сабақ ол закрытый парақшада болып жатыр. Ол жерде мен сабақты салып қойдық уже, көмекшілерім. Және стористе бар. Карта заблокирована болса, разблокируйте, банкпен сөйлесіп. Карта заблокирована болса, егер арест тұрса, вдруг сізде қарыз болып, Infinity. Ақша түсе береді ол счетқа. Просто сіз оны снимать ете алмайсыз. Снимать ету үшін аресті шешу керек болады. Заблокированный карталарға ақша түсе береді. Единственное, сіз оны просто снимать ете алмайсыз. Жұмыстан увольняться етіп едім. Адамдар 42 теңге. Окей, кстати, осы жерде айта кетейін. Бірінші айтқаным сол біздің әлеуметтік төлем. Ол без содержаниелерге кім жұмысы тоқтап тұрғандарға. Просто есте сақтаңыздаршы, уақытша тоқтап тұр. Солар әлеуметтік төлем алады 42.500-ден. Екінші жағдай бар, ол жұмыстан шығып кеткендер. Увольнение, прям оларда приказ бар. Там вообще жұмыста жоқ деген, қалай? Еңбек шарты бұзылды деген. О расторжение трудового договора. Жұмыстан шығып кеткен болсаңыз, онда сіз мына 42.500 теңгеге тиіспейсіз. Оның сізге пока қатысы жоқ. Ондай жағдайда сіз ЕГОВтан жұмыссыз ретінде тіркелесіз. Және ЕГОВта трудовые отношения бөлімінде именно соцвыплата төленетін заявка бересіз. Жұмыстан шыққан жағдайда, кез келген жағдайда, сіздер именно не обязательно төтенше жағдай кезінде жұмыстан шығып кету. Егер осыған дейінде немесе болашақта барлығы тынышталған кезде жұмыстан шықсаңыз, өз еркіңізбен, без разницы. Главное, жұмыссыз қалдыңыз, Осындай жағдайда сіздер, егер 6 айдан көп жұмыс істеген болсаңыз, ЕГОВ арқылы безработный ретінде тіркелесіздер және ай сайынғы әлеуметтік төлемді алуға заявка бересіздер. Бұл әлеуметтік төлемнің көлемі, яғни ақша қанша теңге деген сөз, сіздің жалақыңыздан 40%-ын құрайды шамамен. Коэффициент бар, есептелетін, сол бойынша есептеледі. Бұл үшін сіз 6 айдан көп жұмыс істеген болуыңыз керек ресми түрде. Егер сіз жұмыстан шығып кеткен болсаңыз. Оны сіздер тек қана төтенше жағдай кезінде емес, любой время қолдануыңызға болады. Вдруг сіз мысалы сентябрь айында болашақта жұмыстан шығасыз, пока сіз жаңа жұмыс тапқанша 1-2 айыңыз кетуі мүмкін. Сол 2 ай ішінде сіз безработный ретінде тіркеліп, заявка беретін болсаңыз, сізге пока сол айда 40%-тен төлем жасалатын болады. Бұл именно уволенныйларға. Заявление үлгісін Заңгер Академия парақшасына салып қойдым. Ареста болса счет не болады, не жазамыз. Не басқа счетыңызды жазыңыз, немесе сол арест счетыңызды жазыңыз, бірақ ақша түседі аресте тұрған счетқа. Ақша түсе береді, единственное, сіз снимать ете алмайсыз. Турциядан товар алып жүредім онлайн. Шолпан ханым, егер сіз ИП ретінде тіркелмесеңіз және трудовой договорсыз жұмыс істеп жүрген болсаңыз, өзіңіз бағып дегенде, өзіңізді жұмыспен қамтамасыз етіп, Турциядан товар алып келіп сатып. Ондай жағдайда сіз ЕСП төлеп тапсырасыз самозанятый ретінде. Ертең төлесеңіздер, егер сіздер басқа банктер арқылы төлесеңіздер, кроме Каспий, көріңіздер, мартқа кетеді ма, февральге кетеді ма? Егер кетсе, онда лучше за прошлый, хотя бы март айына төлеңіздер. Егер кетпей жатса, мысалы Каспий кезете тек қана апрельге төленеді қазір. Онда хотя бы апрельге төлеп тапсырасыздар. Басқа амал жоқ. 20 сандық счетты онлайн ашуға болады ма? Қазір көптеген банктерде онлайн ашуға болады. Іздеңізші, мысалы, по-моему, там АТФ банкте бар, Альфада болуы мүмкін. Немесе колл-центріне хабарласып сұраңыздар, онлайн ашып жатыр қазір. Ақмарал Ерсариева, тиімді несиеге кіре алмасаңыз, WhatsApp-қа жазыңыз. Электронный ключ алу. Мен сторизге кеше салған болатынмын. ЕГОВқа кіресіз, сол жерде электронный ключті алудың получить ЭЦП удаленно деген бар, соны бассаңыз, төмен жағында видео бар, сол видеоны көріп алуыңызға болады. Немесе ертең электронный ключсіз, ЭЦП-сіз сайт арқылы тапсырасыздар SMS-пен. Онда мен алам ғой, мен тігінші болып жұмыс істеймін. ЕСП төлеп алуыңызға болады самозанятый ретінде. Пенсионныйды онлайн ашуға болады ма? Шынымды айтсам білмедім. Ол жөнінде НПФ-қа хабарласыңыз,
осыған дейін біз тек қана договормен ашқан болатынбыз. Мен жақында ғана өзімнің сотрудниктеріме аштым, как раз пенсионный договор керек болған. Ол кісілер прям НПФ-қа барып тапсырып алды. Білмеймін, оларда онлайн связь бар ма жоқ па. Теріңізші НПФ деп Гуглда и ертең қоңырау шалып сұраңыз. Таксистер алуы мүмкін, егер ЕСП төленген болса. ЕСП-ны жоғарыда түсіндірдім. Давайте ЕСП жөнінде. Кім өзі жұмыс істеп жүр, ешқандай еңбек шарты жоқ. Демек, сіздер өзіңізді өзіңіз жұмыспен қамтамасыз етіп жүрсіздер деген сөз. ЕСП төлейсіздер, самозанятый ретінде ЕСП төлеп, уже документ тапсырасыздар. Қалада прописанный болсаңыздар, ЕСП-ның көлемі 2651, ал ауылда болса 1325,150 теңге. Сұрақтар қайталанып жатыр, шын десем. Қаңтар айына төленген ЕСП ала аламыз ба? Алуыңыз мүмкін. Тапсырыңыздар. Обязательно счет аштыру керек па? Счетсыз қайда түседі ол ақша, счетыңыз жоқ болса? Менде ИП бар, бірақ мен самозанятыймен ЕСП кеше төледім. Нұрлыбек Еңсепбай, сіздің ИП-іңіз жабылмаған болса, онда сіз самозанятый болып есептелмейсіз, онда сіз кәсіпкер болып есептелесіз. Поэтому решайте вопрос. Не сізде ИП-іңізді приостановлениеге беруіңіз керек қазір, салық кабинеті арқылы онлайн түрде, немесе прекращениеге жібересіз. Ал егер ИП-іңіз жұмыс істеп тұрса сіздің атыңыздағы, плюс сіз ЕСП төлесеңіз, ол келмейді. ЕСП-ны ИП-лар төлей алмайды, ИП уже соответствующий кәдімгі налогтарын төлейді. ЕСП ол ИП-сы жоқ адамдар төлейтін нәрсе. Қара жұмыс істеген адам, самозанятый адам, Жұмагалиева, тапсыруына болады, ЕСП төлейді, және өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп жүрген адам ретінде тапсырады. Құрылысшылар, кез келген, аула сыпырушы, немесе макияж жасайтын қыздар бар, ешқандай несі жоқ, ИП-сы да жоқ, просто макияж жасайды, маникюр жасайды, ешқандай трудовой договор жоқ. Пожалуйста, ЕСП төлем жасайсыздар. ЕСП дегеніміздің мағынасына көңіл бөліңіздерші, единый совокупный платеж. ЕСП-ны өзін-өзі бағып жүргендер, өзінің күнін өзі көріп жүргендер тапсырады. Төлем жасайсыздар, және самозанятый ретінде тапсырасыздар. Торт сатып отырғандар тоже өздеріңізді бағып отырсыздар ма, ЕСП төлеп аласыздар онда. Карточка аресте тұрса, сол карточканы жазуыңызға болады, ол карточкаға ақша түседі, егер сізге одобрение келсе. Алайда сіз оны пока снимать ете алмайсыз, пока аресттен шығармағанша. Мүмкін болса, басқа карточкаңызды жазыңыз. Бірақ өзгенің карточкасын жазуға болмайды, өзгенің шотын жазбайсыздар. Енемде ИП бар және инвалид второй группы. Егер ИП-сінің жұмысы тоқтап тұрған болса, шынымен де ол расталатын болса, ИП-ның жұмысы тоқталған қалай растайды? Обычно приостановлениеге беріп растайды. Солай тоқталған болса, онда тапсырыңызға болады. Достар, қысқа түрде просто мәнін түсініп алыңыздар бұл көмектің. Бұл көмек кімнің жұмысы осы төтенше жағдай карантиннің кесірінен тоқтап қалды соларға. Сіз хоть официальный жұмыс істеңіз, хоть неофициальный жұмыс істеңіз. Егер жұмысыңыз тоқтап қалса, тапсыра аласыздар. Жұмысыңыз тоқтамаған болса, мүлдем тапсыра алмайсыздар. Оның барлығы базадан көрініп тұрады. Екіншіден, егер сіз декретныйда отырған болсаңыз, сіз мүлдем жұмыс істемей отырған адамсыз, онда мүлдем тапсыра алмайсыз, онда ала алмайсыз. Себебі сіздің жұмысыңыз тоқтаған жоқ қой. Үкімет төтенше жағдайға байланысты кімде қиыншылық туындады, осы карантиннің кесірінен кімнің табысы тоқтады, соларға көмектесіп жатыр. Менде 20 таңбалы сан жоқ. 20 таңбалы санды қазір кейбір банктерде білуімше, естуімше онлайн ашуға болады. Ертең Google-ға кіріп көріңіз, онлайн аштырыңыз, соны жазыңыз. Студенттер алады стипендиясын. Каспий банк туралы айтасыз ба? Именно нені айтайын, қандай нақты сұрақ? Мен студентпін, алдыңғы жылы жазда 2 ай официальный жұмыс жасаған, маған беріледі ме? Соңғы 12 ай болса, алдыңғы жыл деп айтып отырғаныңыз, 2019. Онда сізде әлеуметтік төлем бар деген сөз, сіз онда тапсырып көруіңізге болады. Пенсионный жоқтар, значит, олар жұмыс істемейтін адамдар, Зинеш ханым. Зинеш 79. Пенсионный жоқтар, олар официальный жұмыс істемейді, ресми жұмыс істемейді.
құжатсыз жұмыс істейді. Жаңа айтып өткенімде, құжатсыз жұмыс істейтіндер ЕСП төлейді және солай тапсырады. Жеке карточка бола ма, әлде баланың карточка? 20 таңбалы сіздің атыңызға ашылған карточка болса, онда болады. Жеке кәсіпкермін, 5 ай болды, ИП 5 ай төледім, аламын ба? ИП-іңіздің жұмысы тоқтаған болса, ала аласыз. Қазір ИП-лар сіздер тапсырып, ертең осы ЕСП алып отырып, плюс әлеуметтік төлемді алып отырып, плюс сізде фискальный чектері пробиваться етіліп, договор кетіп жатса, онда сіздерде өтірік шығып қалады. Шынымен де жұмысыңыз тоқтады ма? Приостановление жасайсыздар. Солай уже тапсырасыздар. Отчет уже по нулевке кетеді. Кстати, ана нелер кішігірім ИП-лар тапсырмайды ғой отчет. ЕСП-ны определенно белгілі бір айға төлеңіздер. Обязательно төтенше жағдай басталғанға дейін төлеу керек деп ондай талап қойылмады. Демек, апрельге төлейсіздер, басқа амал жоқ сіздерде. Жаңа айтып өткенімдей, егер Каспи арқылы төлесеңіздер, чисто апрель, тек қана апрельге төлей аласыздар. Егер басқа банктерге кіріп көріңіздер онлайн платежға, мүмкін болса мартқа төлеңіздер, мүмкін емес па, енді басқа амал жоқ, апрельге төлеп тапсырасыздар. Тем более, именно төтенше жағдайға дейінгі төленген болу керек деген талап жоқ ЕСП. Поэтому мен де болжап отырмын, апрельге төлесеңіздер, скорее всего, аласыздар деп. Қаншасына дейін тапсыру керек? Карантин аяқталғанға дейін. Одан кейін уже төлемейтін болады. Карантин уже, например, апрельдің 15 аяқталса, уже одан кейін төлемеу де мүмкін. Карантин апрельдің аяғына дейін сақталса, онда 1 айға аласыздар. Құдай сақтасын, карантин 3 ай болса, онда 3 ай аласыздар. Балаларға беріледі ме көмек ақша? Жоқ, бұл балалардың ақшасы емес, біз басқа әңгімені айтып отырмыз. Күйеуі жұмыс істеп, әйелі жұмыссыз болса алады ма? Күйеуі, әйелі деген тема жоқ. Отбасына бір рет берілетін ақша емес. Именно жұмысын жоғалтқандарға беріледі. Неважно, сіз күйеуіңіз, екеуіңіздің де жұмысыңыз тоқтап, без содержания кеткен болсаңыздар, онда екеуіңіз де тапсырыңыздар. 20 сандық текущий счет жоқ. Қазір текущий счеттарды кейбір банктерде онлайн ашуға болады. Іздестіріңіз, қай банкте ашылатын, Альфа банк, там дебетный счеттар ашылады деп жатыр ғой. Сол банктерді көріңіз Google'дан. Қай банкте ашады, соны аштырыңыз, үйден шықпай-ақ. Студент болсаң грантта. Бір сұрақты давайте қайта-қайта қоймаймыз. Мына басқалардан ұятты, басқалардың сұрағына жауап берейін. Бір сұрақты прям 5-6 рет жіберіп жатсыздар ғой. Сәлеметсіз бе, мен официально жұмыс істеймін, бірақ мен отпускаға шықпадым, и без содержания шықпадым, маған беріледі ме? Жоқ, берілмейді, себебі сіздің табысыңыз мүлдем өзгерген жоқ. Шынымен де отпуск без содержаниеге шығып табыссыз отырғандар бар, олармен бірге қабаттаспаңыз, оларға кедергі келтірмеңіз. Шынымен де кім жұмыссыз қалды, жұмысы реально тоқтап тұр, солар алсын. Мысалға, көз алдарыңызға елестетіңіздер, сіз ай сайын 150 мың теңге табыс алып жүрсіз. Сіз сол суммаға рассчитывайте, да, там кредитіңіз бар, тамағыңыз бар, балаңыздың киімі бар, ойын күлкіңіз бар. И осы айда сіздің жұмысыңыз тоқтамады, сіз 150 мың теңгені алып жатсыздар. А теперь второй вариант. Представьте, кафеде жұмыс істейтін адамдар бар. 60 мың теңге алады. Мейлі хотя бы 150 мың алсын дейік, иә? Вот кафеде жұмыс істейді, администратор болып. 150 мың теңге алады. Алматыда бүкіл кафелер тоқтады. И ол адам қазір вообще табысы жоқ, 150 мың теңге жоқ ол кісіде. Сіздің хоть табысыңыз бар, жұмысыңыз жалғасып жатыр. Так, будьте добры, ана табысынан айырылған адамдармен қабаттаспаңыздар. Себебі бұл әлеуметтік төлем ограниченный сумма, бұл шектеулі сумма, шектеулі адамдарға беріледі. Қазір ана табысы жойылмағандар қабаттасып соларға одобрение кетіп жатса, онда шынымен де табысынан айырылғандар онда түксіз қалады. Біз қазақтарымыз, пожалуйста, давайте бір-бірімізді былайша айтқанда тірілей жемейміз. Табысыңыз өзгермеді ма, без содержания жоқ па, жұмысыңыз жалғасып жатыр ма, онда бұл төлемді сіз алмайсыздар. Шынымен де жұмысын жоғалтып отырған адамдар бар, давайте соларға возможность береміз. Хотя бы бала-шағасын тамағын алу үшін. Себебі мен мына блокпосттың жанында тұрам, қанша адам Алматы облысынан Алматыға кіре алмай жатыр. Себебі жұмысына бара алмай жатыр, оларда табыс жоқ мүлдем, баласын немен бағарын білмей отыр. Ал сіздің жұмысыңыз мүлдем тоқтамады, сіз еще хотите еще что-то получить от государства. Хотя бұл ақша жұмысы жоқтарға, жұмысын жоғалтқандарға арналған ақша. Жұмыс істейтіндер ешқандай ала алмайды бұл ақшаны. Қуаныңыздар жұмысыңызды тоқтамай тұрғанына.
Егер сіздің жалақыңыз 100 мың теңге, 150 мың болса, қазір ол тоқтап қалып 42 мың 500 теңге алған тиімді ма сізге? Әлде жұмысыңыздың сол зарплатасын алып жүрген тиімді ма? Так что қуаныңыздар, жұмысыңыз тоқтамаған болса. Мен құжатсыз жұмыссыз өзімді қамтамасыз етіп отырмын. Егер сіз құжатсыз өзіңізді өзіңіз қамтамасыз етіп отырсаңыздар, ЕСП төлеп аласыз. Декретте жоқ, декреттегілер алмайды деді. Декреттегілер сіздер и так без работы отырсыздар ғой, онда алмайсыздар. Голд аресте. Шотыңыз аресте болса, басқа шотыңызды көрсетіңіз. Егер өзге шот жоқ болса, онда сол шотты көрсетесіз, ақша түседі, бірақ сіз оны пока арест снимать етпегенше снимать ете алмайсыз өзіңіз. Кеш кіріп қалдым, 3-ші группадағылар алады ма? Группаның бұл жерде ешқандай қатысы жоқ, мүгедектерге арналған ақша деген жоқ. Жұмысыңызды жоғалтқан болсаңыз, ала бересіз. Маңызды емес қандай группада екеніңіз. Отсрочка жайлы жоқ, бұл жерде айтпаймын. YouTube каналымда нем тұр, сабағым тұр, тегін сабақ. Отсрочка туралы сол жерде көріңіздер. Мен всегда айтам, давайте мант на пловпен араластырмаймыз деп. Бүгін біз әлеуметтік төлем жайында сөйлесіп отырмыз. Бұрынғы АСП-ға ашқан карта жарайды ма? Жарайды. 20 таңбалы цифр болса, айбын счет болса, онда жарайды. Қандай счетқа? Кез келген счетқа сіздің атыңызға ашылған. Өзге адамның счетін салуға болмайды, Айнұр ханым, 4380. Сіз өзіңіз бердіңіз ба? Онда карточка сіздің атыңызда болу керек. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Эфирді сақтаңызшы, қатып жатыр. Мейлі. Сақтап қоям. АСП-ға ашқан карточка жарайды ма? Я, жарайды. Көп жаса, денің сау болсын. Әмин. Эфирді сақтайсыз ба? Я, сақтап қоям. Неге бір сұрақты қайта-қайта жазып жатсыздар? Басқалардың сұрағын оқиық. Бір сұрақтар қайта-қайта шығып жатыр. 3 балам бар, қазіргі карантинге байланысты. Бала санына қатысты емес. Мүгедек емессіз бе қатысты емес. Оған ешқандай не имеет значение. Жұмысыңызды жоғалтқан, жоғалтпағаныңызға байланысты. Редті тоқтатуға болады ма? Я, ертеңнен бастап Каспий кезетте редке тоже отсрочка беріледі деп жазылған болатын. Төленбеген кредит болса ұстап қалады ма? Егер сіздің счетыңызға арест қойылса ұстап қалады, онсыз ұстай алмайды. Саудагерлер қалай жасайды? Саудагерлер, егер сізде ИП жоқ болса, онда өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз еткен адамдар ретінде, самозанятый ретінде ЕСП төлеп аласыздар. Голд аресте тұрса ше, жоғарыда жауап бердім. ЕСП бір ақ рет төлеп 42.500 ай сайын алуға болады ма деген рас па? ЕСП-ні пока бір ақ рет төлеңіздер және тапсырыңыздар. Ары қарай егер шынымен де сіздің жұмысыңыз тоқтап тұрса, онда сіз қалай ЕСП тапсырасыз? ЕСП дегеніміз ол сіздің тауып отырған табысыңыздың дәлелі ретінде тапсырасыз ғой. Егер сізде осы карантинге бола табысыңыз тоқтаған болса, онда ЕСП-ні қалай төлейсіз? Бір, екіншіден, карантин пока 2-3 айға созылады ма белгісіз. Скорее всего, дай Аллах, ол бір айдан кейін тоқтайды. Сонда бір ай ғана алатын боласыздар. Егер созылса ұзақ, онда ұзақ аласыздар. ...2018-дегі есептелмейді. Соңғы 12 айда хотя бы бір айға соцотчисление болу керек. Егер сіз жұмыс істеген болсаңыз бір ай. Еговке кіре алмай жатсаңыз, таңғы 5-те кіресіз. Мен таңғы 5-те кіріп жүрмін. ЭЦП кілтін ашпай тапсыруға болады. Ертең сайт арқылы тапсырасыздар. Ол жөнінде ертең айтатын болам сіздерге. Телефонмен SMS хабарлама арқылы деді. Жұмыстан шығып қалсаңыздар, онда сіздер соцвыплатаға тапсырасыздар. Безработный ретінде тіркелесіздер. Еговқа кіріңіз. Онда сіз әлеуметтік төлем 42.500-ге тиіспейсіздер. Онда сіз 42.500 емес, сіздің осыған дейінгі алған зарплатаңыздан есептелетін болады 40% көлемінде. 6 айдан көп жұмыс істегендер, жұмыстан шығып қалсаңыздар, безработный ретінде тіркелесіздер. Ары қарай уже безработный ретінде сізге төлем жасалатын болады. Трудовые отношения деген бөлімде бар.
назначение выплаты в связи с потерей работы деп жазылған бар. Именно в связи с потерей работы деп. Ол жерде ЧС деп көрсетілмеген. Сіздер соған тапсырасыздар, егер увольнениеге кетсеңіздер. Телеграмдағы сайт ашылмай тұр. Телеграмда сайт емес, Заңгер Академия десеңіздер ашылады ол. Просто мен жоғарыда жаздым ғой, солай жазсаңыздар. Талғар қалаға жатпайды, ол Алматы облысына жатады. 5 ай жұмыс істедім, мен ала аламын ба? Иә, алуыңызға болады, тапсырыңыз, егер қазір жұмысыңыз тоқтаған болса. Мен еш жерде жұмыс жасамаймын, жолдасым да жасамайды. Сонда Мөлдір ханым, жолдасыңыз екеуіңіз қай ақшаға күн көріп жүрсіздер? Болжауымша, сіздер официальный жұмыс жасамағанмен, сіз неофициальный жұмыс жасайсыздар, иә? Жолдасыңыз екеуіңіз енді айғырап жетпейсіз ғой, бірдеңе істеп әйтеуір ақша тауып жатсыздар ғой. Сондықтан сіз өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз еткен адамдар ретінде ЕСП төлеңіз және солай алыңыз, самозанятый ретінде. Кім официальный жұмыс істемейді? Егер сіздер неофициальный жұмыс істейтін болсаңыздар, декретте отырған жоқсыздар, иә? Просто неофициальный жұмыс істейсіздер. ЕСП төлем жасайсыздар және аласыздар. Сайт туралы ертең жазамын. Каспий Голд жарайды, иә? Сайтты ертең хабарлаймыз деді. Сайтты ертең жазам бұйыртса сіздерге. Көп балалысыз ба, аз балалысыз ба, оған қатысы жоқ. Баланың санына мүлдем қатысы жоқ. Стипендия алатын студенттер, егер сіздер жұмыс істеген болсаңыздар, онда тапсырыңыздар. Потеря дохода болса, без содержания приказ бар болса. Без содержания приказ жоқ па, онда ЕСП төлеп алуыңызға болады. Әрине 18 жастан жоғары болсаңыздар. Себебі жұмысты тек қана 18 жастан жоғарылар алады. Істей алады. Декретте отырғандар ала алмайды, жоғарыда айттым. ЭЦП ключ қажет болмайды деді, ертең кетін шыдаңыздар, ертең ЭЦП-сыз тапсырасыздар. Каспий жарайды. Бір сұрақты қайта-қайта жазып жатсыздар сіздер. ЕСП қай банкке төлеуге болады? Менің парақшамда пост бар, сол жерде қай банктен ЕСП төлеуге болатыны көрсетілген болатын. Мен парақшама кіріп, мына пост оқыңыздар. Мына пост. Осы пост, мынау көрінеді ма, мына пост. Осы постқа кіріп, былай жылжытыңыздар. 1, 2, 3, 4. Вот. Фиолетовый. Тем, кто работает неофициально деп көрсетілген. Осы жерде ЕСП-ны төлейтін банктер көрсетілді. Народный банктен, Халық банк, Форте банк, Сбербанк төлейсіздер. Жусан банктен төлеуге болады, БЦК-дан, банк центр кредит. Каспий кезет арқылы немесе Казпочта арқылы төлем жасауыңызға болады ЕСП-ны. Жұмыс жабылғандар, сіздерде приказ без содержания болса, 42 500-ге тапсырасыздар, ал егер приказ увольнение болса, онда безработный ретінде тіркеліп, уже өздеріңіздің төлемдер аласыздар. В связи с потерей работы назначение выплаты деген бар, трудовые отношения бөлімінде, ЕГОФ арқылы. Мен енді кірдім, басынан түсіндіріп өтіңізші. Қойыңызшы, қалай біз осы 200 адамды қалдырып, сіз үшін қайта түсіндіріп отырмаймыз. Сіз лучше кіріңіз, басынан қайта көріп шығыңыз. Сонда сізге барлығы түсінікті болады. Каспий ретті тоқтату үшін Каспий кезетке кіресіз, отсрочка бөліміне, ертең сол жерде Каспий ретті басып, отсрочить деген бар, отсрочкаға заявка тапсырасыз, сонда отсрочка береді сізге. Жұмыспен қамтуда безработный ретінде тіркелген болсаңыз, және сіз осыған дейін уже 6 айдан көп жұмыс істеген болсаңыз, онда сізге осыған дейінгі жалақыңыздың 40% төленетін болады. ЕСП-ны қалай төлейміз деп бағана бері айтып отырмын ғой, қалай төлейтініңізді. Постты оқыңыздар мына парақшада. Вот мына постты оқыңыздар. Осының 4-ші суреті. ЕСП-ны қай банктен төлейтін жазылған. Каспий кезетте өте оңай. Жоғарыда мен айтып өттім, оның бәрін қайталамайын, енді мұндағы адамдардан ұятты. Қайта-қайта көрсі. Пособие, бүгін пособие түсті. Білмеймін түскен түспеген, мен пособие алмайым ғой. Пособие түсті ма дейді, енді мен білмеймін оны. Қай жаққа документ тапсырамыз.
Қай сайт арқылы документ тапсыруды ертең сіздерге жазамын. Себебі осыған дейін егов арқылы тапсырдыңыздар. Ал қазір егов көбінде жоқ. Еговқа доступ жоқ, ыңғайлы емес, қолжетімді емес. Сондықтан жаңадан сайт ашамыз деді, телефон арқылы тапсырасыздар деді. Ертеңге дейін күтейік, мәліметтер белгілі болса, мен сіздерге хабарлайын. Медиктерге төтенше жағдайға байланысты төленетін ақша ол барлық медиктерге емес. Ол именно осы Құдай сақтасын ана вируспен ауырған адамдармен контактировать етіп отырған адамдарға ғана төленеді. Контактировать деген не? Мысалға, қазір ауырған адамдарға қарап жатқан инфекционный врачтар бар. Сол врачтарға төленеді. Сонымен қатар осы адамдар шетелден келген кезде олар бір-екі адаммен мында отбасы мүшелерімен араласады ғой, яғни олар контактный. Сол адам ауырып қалса, сол кіммен араласты соңғы бір 14 күн ішінде, соның барлығын больницаға жатқызып тексеріп жатыр. И вот сол больницада жатқан адамдарға қай врачтар қарап жатыр, медбике, санитаркалар қарап жатыр ма, именно соларға ғана төленеді. Барлық медиктерге төленбейді қосымша ақша. Народный банктың қасында тұрамыз. Причем тут қасында тұрасыз? Қазір барлығы онлайн көрсетіп жатыр ғой, карантин бар қалада. Декретте отырғанына 1 жылдан асты. Декреттегілер ала алмайсыздар, егер сіздер декретте отырсаңыздар, табыс сіздерге ешқандай болған жоқ. Значит, табысыңыз азайған да жоқ деген сөз. Гүлмира ханым декретте отырғанына 1 жылдан асты. Қазір ғана сол сұраққа жауап бердім, сіз қайта қойып жатсыз сол сұрақты. Бітті ма? Сұрақтарыңызға жауап бердім бе? Қайталанып жатыр сұрақтарыңыз. Каспийден қалай төлейді? Аспа деген, аспа дегенде. Аспа емес, еспа. Каспий менің мына телефонда. Каспийге кіресіз, платежи деген бөлімге кіріп, төмен жағында платежи в бюджет деген болады. Сол бюджет дегенге кірсеңіз, төменде единый совокупный платеж деп тұрады, соны төлейсіз. 42.500-ге берілетін өтініш 3 күнде қаралады деді. Значит, примерно 3 күнде түсу керек. Вид на жительство бар адамдар. По-моему, тек қана қазақстандықтар тапсырылады. Вид на жительство мен жұмыс істеген болсаңыз, егер сізде әлеуметтік төлем бар болса, тапсырып көруіңізге болады. Егер ол декретте отырып, торт пісіріп отырған болса, в любом случае сіз декретте отырсыз ғой. Ар жақта базада шығып тұр ғой, сіз декреттесіз, сіз осыған дейін пособие алдыңыз по декретному деген. Значит, сізде ешқандай жұмысшы болып табылмайсыз. Самозанятый болып та табылмайсыз, себебі сіз декретте отырсыз. Хоть торт пісіріп отыра беріңіз. Онда сізге онда төленбейді деген сөз. Декреттегілер, сіздерде декретте отырсыздар деген информация уже базада тұр. Сіздер жұмысшы емессіздер. Ал бұл төлем жұмыс істеп жүріп, жұмысынан айырылғандарға арналған. Сондықтан сіздерге, скорее всего, отказ береді. Егов кешеден бері жұмыс істеп тұр. Мен бүгін таңғы 5-те кірдім, Егов істеп тұр. Просто перегружен сайт. Әйелі мен күйеуі барлығы тапсыра береді. Барлығы тапсыра береді. Жұмысын жоғалтқан адамдар тапсырады. Запомните, бала санына қатысы жоқ. Мүгедек емес қатысы жоқ. Әйелі күйеуі дегенге ешқандай қатысы жоқ. Сіз жұмысыңызды жоғалттыңыз ба, тапсырасыз. Жұмысыңыз жалғасып жатыр ма, онда тапсырмайсыз. Ақылы оқитын студент. Студент па, студент емес пе, маңызды емес. Жасы 18-ге толды ма, жұмысын жоғалтты ма, тапсырады, жұмысын жоғалтпаса, онда тапсырмайды. Мына жерде комментарийлер тез шығып, мен тіпті тоқтата алмай отырмын да комментарийлерді. Видимо, көп сұрақтар кетіп жатыр. Ключ қажет емес болады. Ертеңнен бастап ключ қажет емес болады деді. Инвалид менің жолдасым. Маңызды емес, инвалид па, инвалид емес пе, жұмысын жоғалтса тапсырады. Декреттегілер жоқ. Самозанятыйлар ЕСП төлеп алады. Инстамагазин декреттемін. Декреттегілер сіздерде базадан шығып тұрсыздар, скорее всего, сізге отказ беруі мүмкін. Но тапсырып көріңіздер, если хотите. Мүгедек тапсыра ала ма? Мүгедек жұмыс істеген болса, жұмысын жоғалтқан болса тапсыра алады. Кредит төлемей қойсақ не болады? Пока отсрочка береміз деп жатыр, но официальный заявление жазыңыздар. Ол туралы мен отсрочка сабағымда айтқан болатынмын. YouTube каналға кіріп, отсрочка кредитный каникул дегенді бассаңыздар көреді. Немесе менің парақшамда мына жерде көк сілтеме бар. Мына жерде көк сілтеме бар, көрдіңіздер ме?
мына хипалинк деген. Сол хипалинк сілтемесін бассаңыздар, ары қарай мен YouTube каналыма сілтеме береді. Отсрочка туралы сабақты сол жерден қараңыздар. Күйеуім октябрь айында жұмыстан шығып қалды. Онда күйеуің сіздерде әлеуметтік төлем бар деген сөз, онда тапсыруыңызға болады. Каспий Голдта ақша болса, кредитті төлемей отыруға болады ма? Ертеңнен бастап отсрочка беріледі деді. 16 мартқа дейін просрочкасы болмаған адамдарға. Ертең Каспий кезетке отсрочкаға тапсырыңыз. Егер ол ақшаны өзіңізге бала шағаның тамағына керек деп есептесеңіз. Каспий осыған дейін айтқан болатын, 2 апрельге просрочкасы болмайтын адамдарға береміз деп. Бірақ соңғы мәліметтер бойынша, егер сізде 16 мартқа дейін просрочка болмаса, сіздің төлеміңіз, например, 21 март болса, уже қазір просрочка кетіп қалды, онда сіз ертең отсрочкаға заявление жазып тапсыра аласыз Каспий кезет арқылы. Главное, 16 мартқа дейін просрочка болмау керек деді. 16 или 18, кішкене шатасуы мүмкін. Каспий ретте тоже отсрочка болады. Товарный кредит тоже отсрочка беру мүмкін, автокредит тоже. ЕСП-ні 1 рет төлейміз. Пока ЕСП-ні 1 рет төлеңіздер, балаларым студент тапсыруға болады ма? Жұмысын жоғалтқандар тапсырады деді. Балаларыңыз жұмыс істемеген болса, қалай тапсырасыз онда? Ал егер балаларыңыздың жасы 18-ге толған болса, және балаларыңыз жұмыс істеп жүріп, қазір өзінің жұмысын жоғалтқан болса, онда тапсыруыңызға болады. Приказ без содержания бар болса. Ал балаларыңыз неофициальный жұмыс істеп жүрсе, 18 жасқа толған балалар, онда неофициальный самозанятый ретінде ЕСП төлеп аласыздар. 18 болса, сол 18 мартқа просрочка болмаса, Каспий кезеттен отсрочка аласыздар. Сабақ қайда айтыңызшы? Қандай сабақ? Тиімді несие сабағы, ол ақылы сабақ. Бүгін басталды. Сабақ жөнінде төмендегі номерге WhatsApp-қа менің менеджеріме жазасыздар. Каспий банктен өтінішті қалай берсеміз? Каспий банктен өтінішті кредит деген бөлімге кіресіздер, сол кредиттің үстін басасыздар. Сол жерде отсрочка деген шығады, сол отсрочканы басып жазасыздар. ЕГОВта техникалық жұмыстар жүріп жатыр, себебі бүкіл Қазақстанда, енді білесіздер ғой, 16 миллион адам тұрады ма? Солардың почти жартысы тапсырып жатыр. Сол үшін таңғы 5-те кірсеңіздер, ЕГОВ істейді. ЕСП нысаны қалай төлейді? ЕСП-ні төлеуді мен бағанадан бері түсіндірдім. Сабақты басынан бастап қарап шығыңыз. Барлық банкте отсрочканы онлайн береміз деп жатыр. Но, прям береміз деген гарантия жоқ, барлықтарына береміз деген. Сіздің құжаттарыңызды қарайды, егер қажет деп тапса, отсрочка береді. Барлық банк отсрочка берсін деген заң шыққан жоқ. Банктер қазір өздері шешіп жатыр, кімге отсрочка береді, кімге бермейді. Бүкіл сұрақты оқып отырсыз, маған жауап бермей тұрсыз. Мен таңдап отырған жоқпын, қай сұрақ көрініп тұр, соның бәрін оқып жатырмын. Шын керек, мұны тіпті тоқтата алмаймын, мына сұрақтарды үстін басқанда тоқтамайды. Сіздер өте көп жазып жатсыздар, и ол бірінен соң бірі шығып жатыр. Стипендия алатын студенттер, егер сіздер жұмыс істемеген болсаңыздар, значит сіздер ешқандай доходты жоғалтпадыңыздар. Поэтому қабаттаспаңыздар. Шынымен де бала шағасын бағалмай отырған үлкен кісілер бар, пусть олар алсын, шынымен де жұмысы тоқтап қалғандар. Құдай сақтасын, банктер жынды екен онда дейді. Банк картасы болмаса болмайды, банк картасы болу керек, қалай аласыз онда ақшаны? Картаны онлайн аштырыңыз, солай жазыңыз. ИП-сы барлар, әлеуметтік төлем жасап отырған болсаңыздар, ИП-іңіздің жұмысы тоқтаған болса, онда тапсыруыңызға болады, именно жұмысыңыз тоқтаған болса ИП-сы. ИП-сы тіркелген адамдар ЕСП төлемейді, олар уже әлеуметтік төлем, оларда ай сайын кәдімгі пенсионный взнос, медстраховка солар төлейді. Ертең төлесек болады ма? Болады. Без содержаниелер, тапсырыңыздар, без содержание береді. Өзіңіз тапсыруыңызға да болады, немесе жұмыс беруші тапсыруға да болады. Достар, жоғарыда менде 20 секунд қалды деді. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Шыны керек, сұрақтарыңыз өте көп болғандықтан қазір оларды мен тоқтатып таңдап отырған жоқпын. Қай сұрақ мына жерде тоқтап көрсетіп тұр Инстаграм, мен соны оқып жауап беріп отырмын. Себебі мен үстін басқан, мен бұл сұрақтарың сіздердің тоқтап жатқан жоқ. Бірінен соң бірін жазып жатсыздар, оның үстіне қайталап жатқандар бар. Сабақты сақтап қоямын. Пайдалы сабақ болды деп үміттенемін. Ертең аман есен жүздескенше.